Алматы облысында 7 жастағы оқушы микроавтобус астына жаншылып ажал құшты. Қайғылы оқиға қала іргесіндегі Асыл Арман тұрғын үй кешенінде болды. Ауладағы абыр-сабыр кезінде жеткіншек автобус артына құлап кеткен, ал жүргізуші оны байқамай қалса керек. 12:30-да біз баламызды үйден шығарып жібердік. Одан кейін 13:20-да ол қайттан үйге келді. Бүкіл денесі дірілдеп жылап тұр. Потому что ол сол оқиғаның куәгері болған. Оның айтуынша автобусқа кірген баланы бір бала байқаусыздан итер жүрген. Итер жүргенде бала құлаған. Құлаған кезде водитель сол какой-то доли-менее секунд ол байқамаған. Бала автобус дал назад. И поэтому он оказался под колесами. Балаларды таситын микроавтобус бірінші ауысымдағы оқушыларды мектептен әкелген бет екен. Артынша түстенген оқитындарды мінгізіп артқа қарай жүре бергенде қайғылы жағдай болып отыр. Қасқағын сәтте дөңгелек астына баланың қалай түскенін ешкім аңғармай қалған. Куәгерлердің айтуынша оқушының жанында анасы болыпты. Оқиға орын алған аулада оқушылардың қауіпсіздігіне ешқандай жағдай жасалмаған. Мұны тұрғындар талайдан бері айтып жүр. Жаяу жүргіншілер өткелімен аялдама мүлде жоқ. Үйлер мен дүкендердің арасындағы қуыстай жерге балаларды таситын микроавтобусты әрең сияды. Қазір автобус жүргізушісі қамауға алынды. Полицейлер сотқа дейінгі тергеу тексеру жұмыстарын бастап кетті. ЖЭК автобусының жүргізушісі іргелі аулы Асыл Арман тұрғын үй кешенінің тұрақ аумағында артқа жүрген кезде 7 жасар баланы қағып кеткен. Ол алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша процестік шешім қабылданатын болады.